Ассалаумағалейкум, құрметті бірінші гол арнасының көрермендері. Бұл ЖБ шоу, бұл ақылған табыл, бұл Ермаштың ертегілері. В общем, бағдарламаның аты көп қазір. Аты көп. 5-6 аты бар. Аты көп болғанмен заты біреу. Заты асыл болып тұр ғой бұл бағдарлама. Қисса, сүл, әнбия, керемет әңгімелер айтылады. Жатарда тыңдайтын ғаламат оқиғалар Ермұхамед Мәуленің бастан өткергендері деп қойсаңыздар қарсы емес. Солай мынау ұйқыға кетіп жатқан көрермендерге бір әлқисса айтып берсеңіз. Сіз Бразилияға барған тұңғыш қазақсыз ғой. Әлбетте. Ойбой, ол деген таңды таңға ұрып айтатын әңгіме, расын айтуымыз керек. Өте ұзақ әңгіме. Мынау бір әкемнің жиені бар. Сол кісі айтып еді. Бұл әкеңнің шудан ар жағында да адамдар өмір сүреді екен. Сол секілді Жамбыл облысынан шығып, Бразилияға барған бірінші адамсың деген маған. Негізі барған шығар енді маған дейінді. Бірақ ол кісінің дүние танымында Бразилияға барған Жамбыл облысынан шыққан жалғыз бірінші бірақ адам менмін. Шудан ары қарай өмір жоқ деген ғой. Шудың ар жағында да адамдар өмір сүреді екен ғой деп айтты. Енді мал баққан, қой баққан дегендей ғой, енді шөп шапқан сондай кісілер болса керек. Осы бір совет өкіметі ыдырай берген кезде айтқан әңгімесі ғой. Шудың ар жағында да өмірі бар екен, адамдар өмір сүреді дегенде бір рет барып келген ғой сол. Содан осындай әңгіме тараған. Енді қараңыз, Бразилияға баруымның өзі де менің тылсым. Өте сондай жұмбақ оқиғалар. Енді өмірде мен өзімді бірден ұқтым, жастайымнан ұқтым. Өте ерекше, дарын иесімін, талантты адаммын. Өмірім осындай бір керемет әсерлермен тұрады деп ойладым. Өйткені мен негізі бағдарламаның кіріспесінде ерекше адам екеніңді жастайыңнан түсіндің ғой сен. Өйткені көрдіңіз бе, мен армандадым ғой. Футболдан әлем чемпионатына жанкүйер болып бару бүкіл саналы ғұмырыма, бүкіл өміріме арман болып саналады. Бірақ мен 23-24 жасыма қараған шағымда Бразилияға барамын, әлем чемпионатына фанат ретінде барғанмен қоймай, комментатор болып, журналист болып, сол жерден қазақ спорт журналистикасының тарихында, қазақ телевизиясының тарихында бірінші комментатор болып футбол жүргізем деп ойладым ба? Үш ұйықтасам түсіме кірмейтін нәрсе. Энциклопедия кірген тағы бар. Әлбетте, ол да бар. Сондықтан мен Құдайға шүкір деп айтайын, өміріме жалпы ризамын. Осындай маған бақты берген Құдайға ризамын. 40 күн жүрдің ғой сен Риода, Бразилияда. 40 күн ол 40 выпуск шығады ғой шамамен негізі. Айтпай, алғашқы бірінші күндегі оқиғалардан Сан-Паулудағы жаңа қонақ үй, Аналия Франко деген қонақ үйде жатқаным, сөйтсем ол 3 қонақ үй бар екен, тура сондай атауы бар. 16 миллион адам тұрады екен Сан-Паулуда. Масқара, мен соның басқа біреуіне барып, кәдімгі анау Петербургтан, Ленинградтан Мәскеуге барып жатып алатын бар ғой, ирония сөйлей. Тура сондай оқиға болған ғой. Басқа біреудің қонақ үйіне барып жатып алған ғой. Аналия Франко 714 бөлме деп жаңа кіріп барып жатып алғам. Сөйтсем бір сұлу бикеш қыз келіп тұрған жерге. Менің номерім ғой, сен жынсың ба? Жаңа ғана кетпеймін ғой мен дейді. Соны айтып, мен біліп, Қазақстан, Қазақстан. Сыйсақ деген жоқсың. 24 лет. Сондай әңгімелердің бәрін жүріп. Молодой, озорной деп кетіп, басқа жаққа барып жатқам. Сөйтсем, Аналия Франконың жаңағы қонақ үйлер көп екен. Олардың өздері шатасқан екен, номер бергенде. Жаңа хайс беріп, сен анайға барып жат деп, машина беріп, сойға апарып тастады. Ноутбугымды жоғалтып кетіп, мен күн сайын сол Аналия Франкодан, Сан-Паулудан Гуаролос деген аэропорт бар, 3 қабатты кәдімгі. Бүкіл осы жер планетасындағы ең дәу аэропорт болып саналатын, сол кезде интернеттен оқыған. Сол Аналия Франкодан Гуаролосқа бару үшін мен такси жалдаймын. Сол кезде түнгі сағат 4-те мен ноутбугымды ұмытып кеткем қонақ үйде. Басқа Рио-де-Жанейродағы матчқа бару үшін. Сонда түнгі сағат 4-те көшеде былайынан ұстап, такси ұстап, ол таксистке Аналия Франко хотелге бару керек. Ағылшынша білмейді олар, португал тілі. Buenos dias, por favor, amigo, du cervejas деген сияқты сөздердің барлығын айтып, сөйтіп барғаным есімде. Сонда ойланам ғой, түнгі сағат 4-те Жамбыл облысы Түрксіб ауылында дүниеге келген мына мен қазақтың баласы түнгі сағат 4-те Сан-Паулуда такси ұстап
қонақ үйге кетіп баратын ойлашы. Адамның миына қиялына кірмейтін нәрсе ғой. Шектеуден ары асып кеткен. Мақұл, оның барлығы да күнделікті олай оқиға болып саналар. Бәлкім біреуге қызық, матч жүргізгенің бар ғой жаңағы. Матч жүргізген. Пустой. Әлбетте. Сонда экранда түк жоқ. Техникалық ақау дейді оны қазақта. Қазақ телевидениесі жалпы Қазақта ғана, 80% қазақ телевидениесінің техникалық ақаудан тұрады. Иә. Осындай сөздерді мен айтпағанды кім айтады жалпы? Мақұл, ол бөлек әңгіме. Сонда менің сөйлеп жатқаным матчқа дейін 20 минут бұрын эфирге кіремін. Күніге. Сөйтсем Рио-де-Жанейрода Маракана стадионында отырмын. Бразилиямен бір Чили сияқты біреу ойнап жатыр енді. Маған құлағыма байланысқа Қазақстаннан шығып отыр режиссер Казмедианың 3-ші қабатынан. Ермұхамед, қалай жағдай? Жақсы, тамаша. Естіп тұрсың ба мені? Я естіп тұрмын. Онда енді бір 2-3 секундтық не бар ғой енді? Пауза бар ортада. Давай, бастай бер, эфирге кірдік деді. Ардақты ағайын, Қазақстан ұлттық арнасын көрермендері Бразилиядан сөйлеп тұрмыз деп көкіп отырмын енді. Қызыл сөзбен туралап отырмын. Масқара енді. Бет қаратпаймын қызыл тілге келген кезде мен. Айналайын. Байқап отырсың. Шарпып өтем жалыным мен. Сонда жүргізіп отырсам, сен мынау Пеле туралы Ермұхамед көп айтып кеттің, бізде Пелені көрсетіп жатқан жоқ біріншіден. Сен басқа бірдеңелерді айтып отырсың дейді. Соны мен айтам, менде монитор бар, ол жерде жаңағы өткен матчтардың қайталауы бір бәле көрсетіп жатыр. Олар да басқа бір бәле көрсетіп жатыр екен. Стадионда адамдар енді кіріп, мороженелерін жеп, жаңа сырасын ішіп, әлі кіріп жатыр адамдар. Бұл әкеңнің не болды екен деп мен былай ойланып қоямын. Анау режиссер Дәурен Битебаев деген жігіт, сен сол күй басқа нәрсе айтып отырсың деп тағы да бір айтады. Енді не істеймін дедім. Мына монитордың қызылының жанында сарысы бар, сары шамды бассаң, эфирге шықпайды, бірақ режиссермен байланысуға болады. Кері байланыс қой. Соны айтып, мен не көріп отырсыңдар енді айтшы, не көріп отырсың, соны айтшы, мен соны жүргізейін деді. Анау монитор жайында қалды, стадионда ешкім жоқ. Былайынан отырмын енді. Ол не болды екен? Соны жаңа комментатор Руслан Бақытжан бар екен қасында. Енді кішкене футболды түсінеді, көзі қарақты адам ғой. Сөйтеді де, Ермахан дейді ол маған. Ермахан, мен мынау Пелені көрсетіп жатыр, сен вообще айдалған нәрсені айтып отырсың, Пеле туралы айта берсей онда деді. Сен онда кетпе қазір, осы жерде тұр. Ана эфирде, мониторда не болып отыр, соның бәрін айтып отыр. Мен қызыл сөзбен суреттеп алып шығамын қазір. Өйткені мен өзімнің қабілетіме сенемін ғой. Сонда Пеле туралы бастадым. Ардақты ағайын, жер шарында, осынау ғаламда, тарихта 3 дүркін әлем чемпионы болған бір адам бар. Бір тал, бір түйір, кіп кішкентай, 1.70 бойы бар қап-қара бала Пеле деген. Дунасименто, Аррантес. Соны айтам ғой. 1000 гол соққан 2 адам бар. Бір Ромарио, екіншісі осы Пеле біріншісі. Осыдан асқан ұлы тұлға жоқ. Бразилияда бұл пайғамбар деңгейіне жеткен ұлы тұлға. Президенттің шапалағынан ұрып жіберуі мүмкін анау кәдімгі. Жынданса, ашуланса. Кәдімгі білген істеуі мүмкін. Сал сері кәдімгі. Білген, істеген де шығар шынымен. Істеген болуы да мүмкін, иә. Қалай әңгімесін естісін Бразилия жүргенде. Таксистерден. Кейін айтамын. Бразилияда неше түрлі таксистермен дос болдық қой. Содан жаңа Пелен, Руслан Бақытжан айтты, мынау Пелең бітті сен, қойсай, Ромариоға кеттік дейді. Қоя тұр деймін. Интернетте жоқ, таста жоқ, эфирде жоқ, видеода жоқ, комментатор болып отырмын ғой. Ұлттық арнада сол матчты, сол эфирді көргендер аманда жымында білдіртпей кеткен шығармын. Фейсбукқа бір адам жамандап жазған жоқ. Сонда ұлттық арнаның режиссерлары осыны көрген адамдардың барлығы тәнті болған. Мынау масқара ғой деп. Жоқ нәрсені жүргізу деген не масқара енді? Көзді жұмып отыр. Ромарио, Васко да Гама командасының дүлейі, 1000 голдан асырып гол соққан, Бразилияда ойнаған, Барселона, PSV-де ойнаған, неше түрлі оқиғалары бар. Өткен бағдарламада айтып бердім ғой, жаңағы. 2 гол ұрып билет алып карнавалға кетіп қалған адам. Осылай. Бір кез Неймарға көш дейді. Неймар деген күніге осы ойнап жүрген ғой, оны енді ақпаратты спокойно тауып беремін. Гаринча, ойбай Гаринча, Вава, бүкілін айтып жатырмын. Бір аяғынан қысқа болған, кейінгі өмірі сәл аянышты болған, осындай жіберіп жатырмын. Матч басталды ма?
матч басталғанда басталған 20 минут сөйлеу керек. матч басталмай тұр. Неге 20 минут алдын кіріп алады деймін да, сол кезде телевидение бар. Не үшін кіреді? Атмосфера. Өйткені ақша, өйткені жарнама кіреді ортасына. Мастеркард, жаңағы Карлсберг дегендердің бәрі кіреді. Фонбет деген кеңселердің бәрі кіреді. Сен жарнаманы айтпай қой, мен айтып қойдым деймін. Жарнама айтпадық қой, бұл ғадан Жоқ, айтқан жоқпыз. Ғадан басталатын фонбетті айтайын деп. ғадан басталатын фондағы деп айтыңыз. Фондағы, иә. Бет дегенді айтпаңыз қазір. Бет қаратпай жіберуі мүмкін. Иә. Каналды. Жалыны бет. Фондағы достарымыздың сілтемесі бар осының астында. Осы видеоның кәдімгі сілтемесі бар астында. Масқара. Соған кірсеңіздер, сол жақта қызық бар. Сонда 20 минут бойы саған режиссерлар мына жақта түк істей алмады ма? Енді айдалада отыр ғой, Қазақстанда отыр ғой. Қалай жасайды ол? Мен келіп мониторым жөндеп кетемін. Білмеймін ғой. Жоқ, сен өзің телевидениеда жұмыс істейтін адамсың ба? Өзің ұрыс. Соны көрдің бе? Егер мен ойлаймын да, менің орныма жаңа үкімет тегін ұсынатын арзан комментаторлар болса, Тегін адвокаттар деген сияқты болдыңыз. егер сіздің Ермұхамед Мәуленге ақшаңыз жетпесе, мемлекет тегін комментатор ұсынады. Сондай біреу болса, анау эфир шіргені еді. Лағатын еді ана жер. Масқара болатын еді. Дәбдәлә. Қазақ телевизиясы позор болатын еді. Содан алып шығып отқан жоқпын ба, ешкімге білдіртпей. Көрдіңіз бе? Одан кейін мынандай оқиға болады. Керемет гол, соққа және гол деп айқайлайды. Сөйтсем, ол Қазақстанда әлі теппеген болып шығады ғой. Әлі теппепті ол. Мен алдын ала айтып қойды екен. Сөйтсем, Айдос Сарым деген ағамыз біздің. Сол кісі Фейсбукқа жазған. Мынау Ермұхамед Мәулен деген әулие ма, немене білмеймін. Теппей жатып айтып қоятын ес гол дейді. Жоқ, енді жаңа техникалық қателікті білмегені рас, бірақ әулие дегені енді Ақиқат дейсің. келіңкірейді енді, мақұл. Алдын ала біліп отқан 2 секундқа. Николас Кейдждің киносы бар ғой, Пророк деген. Сол сияқты оқиға. Сосын режиссер маған айтады, екінші күні басқа режиссер. Ермұхамед, сен ерте сөйлеп жатсың, сәл кеш сөйлеш дейді. Қалайсың? 4-5 секунд пауза ұстады, содан кейін барып айт дейді. Сонда мына менің шеберлігіме, өзімнің қасиеттеріме таңғалғаным соншалық. Неймар тебет, гол кіріп отыр ғой. Соның алдындағы оқиғаны комментировать етемін ғой. Мінекей Неймарға келген пас, ол не істейді екен? Мінекей соққа гол деймін. Ол қуанып жатыр мына жақта. 4 секунд кешігіп сөйлеп отырмын ғой дата ол. Сен жәнде комментатор айқайлап отыр гол деп. Ол ана европалықтар, шетелдіктер айқайлап жатыр. Мен бірақ 4 секунд артқа шегініс жасап отырмын. Білдірмей жібересің ғой. Мынандай шеберлік, білмеймін енді. Адам өз-өзін қинауы, миының жұмыс істеуі, болып кеткен оқиғаны 4 секундтан кейін жүргізу деген. Білмеймін, екінің бірінің қолынан келе бермес оқиға шығар деп ойлаймын. Сондықтан шығар мен өз-өзімді, расымен де мақтап, өзімнің осындай қырларым бар екендігін айтқым келеді. Өйткені ол рас, ол болған нәрсе. Біраз адамдар біледі, режиссерлар, жаңағы техникалық қызметкерлер, бірақ олар подкастқа шығып көріп айтамайды. Пока тірі тұрғанда ұстап қалсаңдар болады. Енді қараңыз, бұл бұнысымен бітпейді. Адамдар сөйтсем, менің сыртынан сынап жатыр екен. Фейсбукқа жазып жатыр екен. Сол кезде, сол дәуірде. Мынау Ермұхамед біресе кеш жүргізеді, біресе алысып кетеді, не жүргіземайды, бірден кешірден деген сияқты нәрселер айтыпты. Жаңа баяғы бір қыздың анекдоты бар ғой, мен бұл ауылдың балалары екен деп сыйлап жүрсем, бұлар мен сыртынан жаман қыз деп айтады екен дегендей. Сол сияқты оқиға. Сөйтіп бұлар мен сыртынан жамандап жатыр екен. Аяулы менің көрерменім, халқым менің, мұқым қазағым, алаш жұртым, сен менің халқымсың, мен сенің комментаторыңмын дегенді түсіндіріп айттым ғой. Менен артық адам таппайсың, даттайсың, жамандайсың, бірақ менен артық таппайсың деп көзін жеткіздім. Осының барлығын былай жүргізе бастады. Бразилия мен жаңа Минейрау стадионында Минейрау көз жасы деген мақала жазған. Менің комментаторлығымнан бөлек, жаңа қаламгерлігімді бір сыпыра деңгейде ғой енді. Оны айтып өттік қой. Ол оның алдындағы видеода бар. Сонда 7-1 ұтылған матчта болдым ғой мен. Минейрау көз жасы деген. Өйткені мен осының алдында бір 7-8 жыл бұрын Маракана көз жасы деген мақаланы аударып жазған. Плач Мараканы деген мақала ғой негізі. Соны аударып жазған Маракана көз жасы деп. Өйткені Бразилия әлем чемпионатында Мараканада өтіп жатқан финалға шығып, Уругвайдан ұтылып қалған ғой 1-2 болып. Масқара болған. Ұлттық траур, трагедия.
Бразил халқының ұлтының тарихындағы ең ауыр күндер. Біз үшін жаңа соғыс, ашаршылық деген сияқты нәубеттер бар ғой. Тура сол секілді нәрсе ол Бразилияда. Асылып өлген, кәдімгі масқара болған, жылап, стресс болып өлгендер бар, құса болып өлген кәдімгі. Сүйінбай мен Қатаған айтсындан кейін, Қатаған бір ай үйінен шықпай, құса болып өлген деген әңгіме бар ғой. Тура сол секілді нәрсе. Бразилияда футбол деген спорт емес, ол дін. Жаңа таксист бауырларым айтады ғой менің. Местный ма, ар жақта жүрген? Ньютон, брачолар. Нөмірі бірінші спорт Амиго. қандай десең, волейбол дейді. Волейбол дейді да. Өйткені футбол ше десем, футбол ол религия дейді. Дін. Мінекей көрдіңіз ба? Өйткені Бразил халқында бір семьяда 5 адам болса, соның біреуі кәсіпқой футболға қатысы бар адам. Либо ол врач, дәрігер, ассистент, администратор, әкімші, повар, в общем, кете береді. Либо футболист, либо тренердің көмекшісі деген сияқты. Сонда бір адам 100%. Өйткені біз 2 жасқа келген кезде қазақтар баланың тұсауын кесеміз де бір подарок ақша бір бәле береміз. Олар доп беріп подарок береді. Ең сыйлы, құрметті ағасы доп әкеп береді. Одан кейінгі мелочь ағалары, кішігірім майда-шүйде ағалары, же, нағашы дегендер, олар жаңа буци, бір бәле, шарф, фанат, свисток, жаңағыдай. Судья болар ме екенсің деген. Елін сыйлайды. Осындай әңгімелер айтады. Суырып салмалығымда бір төбе. Тоқтатыңдар. Осындай Бразил халқы. Осы жерде әңгіменің қорытындысын қалай шығарғым келіп отыр ғой. Көп адам келгеннен кезде сұрайды, ол бразилиялықтардың футбол ойнауының қыры неде, сыры неде, жыры неде, таланты неде деп сұрақ қоя береді маған адамдар. Мен осыны айтып келе жатқаныма 10 жыл болды уже, осы Бразилия оқиғасын. Уже әртүрлі версиялар пайда болды. Біреулер менікінен сәл алшақтау версиялар айтады, бірақ менің оқиғаларымда. Сонда бұл Бразил халқы жабайы тайпада Амазонканың ішінде бүйтіп деп жүрген халық болған негізі. Сонда европалықтар, португалдар мен нидерландтар келмей ма? Нидерландтар Суринамды алған, португалдар жаңа Амазонканың ішін алған, көмір қазған. Шыбықпен ұрған бұларды, құл қылған, әкеңнің аузы, мынаны қазыңдар, мынаны істеңдер, корабльге тиіңдер деп ұра берген. Енді ортасында өмір бақи жұмыс істемейді ғой, оларда жаңағы развлечение керек. Парановаға билейді ғой. Сонда жаңа мынандай допты алып, жаңағы тебе деген, сонда жаңа шыбықпен ұрады екен, допқа тиіспеңдер деп. Сонда мына бразилиялықтар былай қашады, шыбыққа тигізбейді дейді. Сөйтсе олардың өздерінің джинга деген, джинга жаңағы билері бар. Бұл жалпы Бразилияда билемейтін адам жоқ қой, ойлашы. Румба, ча-ча-ча, самба, пасадобль деген өлеңдері бар. Жанрлы би түрлері бар. 80-ге, 70-ге келген сүйегі қаусақ болған шалдар, қариялар кешке қарай летникте билеген кезде ойбой тұрады кәдімгі. Арасында мен де жүрмін қара жорға билеп. Мінекей көрдіңіз ба? Сол биден шығып тұр. Жаңағы Пеленің биі, ол футболдың биі. Рональдиньо деген Majestic, Magic, Magikан. Магикаген деген артық енді. Магия. Мұна мен енді ағылшын тілінде ойланам ғой бірінші. Содан кейін аударып түсіндіріп жатырмын. Сондай нәрселер, көрдіңіз ба? Ұлттың генінде бар, қанында бар би деген нәрсе. Сондықтан соны олар футболға айналдырғанда керемет үйлесімді өнер шығып отыр. Сондықтан қазір міне осы дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Біз Пелені, Ромарионы, Гаринча, Ваваны көрдік, дәуір Роналдо, Рональдиньо, Какаларды көріп тастадық қой енді. Болды. Енді мынау Эндрик деген бала шығып отыр, 16 жаста. Ол неден шығып отыр? Өйткені Реал ойнайды ол. Өйткені ол да сол аталары билеуші жаңағы тайпалардан шыққан қара Бразил. Винисиус да сол ғой. Винисиус да сол ғой. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан әр ұлттың генінде сондай нәрсе болады. Бізде мысалы қара жорға билесек бәлкім керемет шығармыз. Футболға соның элементі. Қара жорға аяқ қимылдамайды ғой, біздікілер қара жорға билейді. Жоқ, не қылды? Содан шығар жеңіл. Әдемі аяқтайын дедім ғой, біз қазір подкаст болып жатырмыз. Енді соны айтып отырмын ғой, көрдіңіз бе? Осындай оқиға. Әр ұлт бірінші өз-өзін тану керек. Біз кімбіз? Өзін өзі тану деген сабақты оқымадық қой мектепте. Дұрыс. Содан кеттік па, қателік. Сенде негізі көп қателіктер жоқ. Өзін тану деген сабақ болды ғой.
саған бірінші физраға бару керек еді. Мақұл енді. Бразилия туралы оқиғалар өте көп менде. Марио Филе туралы бір оқиға айтсам болады. Иә, олардың тамақ жеуі, олардың билеуі, битик өте көп. Сондықтан оны келесі бағдарламада. Келесі бағдарламада айтамыз. Мына бағдарлама енді бір көп просмотр жинаса, екі есе шабытпен айтасың бұл жерде. Әлбетте, айтамын. Таратыңыздар видеоны. 2000 лайк, көріңіздер. 150 комментарий жазылса, мен келесі бағдарламада. 150 әшейін сән ғой ол. Менде енді сұрапыл адам миына кірмеген оқиға бар. Бразилияда болған. Ол мына видео егер 30 000 просмотр жинаса айтасың. Мен бір қызық нәрсе айтайын сізге. Я деп алып кетсең мен сөзімден. Я ғой, я өтір. Ядан кейін өтір. Арсен Венгер, Стивен Джерард, Патрик Клюверт, Стив Макманаман және менің аяулы досым Верон. Солармен кездескен оқиғаларың бар әлі. Менің достарым жайлы осындай әңгімелер бар. Столовыйда болған оқиғаларды айтамын. Болды, лайк, в общем, комментарий, бәрі анау-мынау жіктер.